Жыл сайын мамыр айы оқушылар мен студенттер үшін қиын кезең. Мемлекеттік емтихандар бақылау жұмыстары мен ұбыты басталады. 16 мамырдан бастап жоғары оқу орындарында гранттан үміткер талапкерлер ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады, ал оған дайындық маңызды. Ол уақытта жақсы көрсеткіш көрсету үшін алдыңда мақсат болу керек. Сонымен емтиханға, тестке қалай дайындаламыз? Алдымен өзіңе сен. Қолынан ештеңе келмейді. Есептер күрделі. Мұндай сылтауларымен жетістікке жету мүмкін емес. Өзіңізге сеніңіз. Еріншектік ең басты кедергі. Әр пәнге белгілі бір уақыт арнаңыз. Барлық техникалық электрондық құралдардан аулақ болыңыз, одан шығатын сәуле сізге кері әсерін тигізеді. Оқушылар үшін ең бірінші кеңес ол дұрыс физиологиялық жаттығу жақсы болу керек. Өйткені қаншалықты бала физиологиялықтан жаттығумен өзін еркін сезуіне толыққанды көмектеседі. Екіншісі ұйқысы тыныш болу керек. Ол түнімен дайындалып деген сияқты күндіз ұйқысының бәрі бұзылып, ол психологиялық шаршауға алып келеді. Шаршаудан кейін ол жаңа стресске алып келеді деген сияқты. Осыған әсер етеді. Үшінші, балаларға міндетті түрде дұрыс тамақтану керек. Өйткені ол тамаққа да тікелей баланың ойына, жүйесіне, жүйке жүйесіне, психологиясына тікелей әсер етеді. Міне осы нәрсені қадағалап тікелей ұстап отырса, баланың сәтті тапсыруына толыққанды мүмкіндік бар. Және қосымша оған жаңағыдай психологиялық жаттығулары бар. Ол арнайы әлеуметтік желіден немесе жаңағыдай тыныс алу жаттығу деп теретін болса, осы жаттығуды жасап, емтиханға дейін жасап, және сол емтихан барысында жасайтын болса, бала өзінің қобалжуын 100% болмаса да бір 70%-ға дейін басып, өзін еркін ұстауға толыққанды мүмкіндік болады. Ата-ана тарапынан да сен дайындал, сен мынандай нәрсе істе, сен өтуің керексің деген сияқты түрлі қысымдағы жаңағындай әрекеттер сәл тыйылу керек бұл кезде. Екінші, оның орнына балаға қолдау беру керек. Сенің қолынан келеді. Егер де сен түспей қалған жағдайда болса да, саған басқа да оқу орны оқуға сен толыққанды мүмкіндігің бар. Ақылы болсын, немесе ақысыз да оқу деген сияқты. Дәл осы бір оқуға ғана емес, басқа да мүмкіндіктер өте көп. Сен әлі жассың, сен қолынан келеді деген сияқты сенімді түрде айтатын болса, және отбасындағы мүшелердің барлығы сенімді болатын болса, балада соның әсері балаға да тиеді. Және содан кейін барып баланың еркін тапсыруына толыққанды кішкене мүмкіндік болады. Ең бастысы күшіңізге, біліміңізге сеніңіз, тек алға қарай арман мақсатыңызға жүріңіз, сонда ғана жетістікке жетесіз, ал біз сізге сәттілік тілейміз.